Сәлем достар! Бүгін біз рухани даму жолында неден бастау керектігін қарастырамыз. Рухани даму бұл адамның өз ойларын тазарту және қалаған жетістіктеріне жету жолындағы маңызды процесс. Рухани дамудың негізгі қадамдары. Бірінші қадам өзін өзі тану. Алғашқы қадам өзіңді тереңірек түсіну. Өзіңіздің ойларыңызға, сезімдеріңізге назар аударып, өзіңізге мынандай сұрақтар қойыңыз. Мен кіммін? Менің өмірдегі мақсатым не? Маған не маңызды? Қандай құндылықтарымды басшылыққа аламын? Мен өз өмірімде қандай өзгерістер енгізгім келеді? Жауаптар сіздің рухани дамуыңыздың басталуына көмектеседі. Өз ойларыңызды жазып отыру немесе күнделік жүргізу осы процесті жеңілдетеді. Келесі қадам медитация және тыныштықты үйрену. Медитация рухани дамудың негізгі құралдарының бірі. Ол ойларыңызды тыныштандырып, ішкі жан дүниеңізбен байланысуға көмектеседі. Келесі қадам аффирмациялар және позитивті ойлау. Аффирмациялар сіздің саналы түрде қайталайтын позитивті сөздер. Олар санаға әсер етіп, ойларыңыз бен сенімдеріңізді өзгертеді. Күнделікті таңертең немесе ұйықтар алдында оң аффирмацияларды айтып немесе жазып отырсаңыз, бұл сананың өзгеруіне ықпал етеді. Келесі қадам кітап оқу және білімді арттыру. Рухани дамуды бастаған кезде рухани және философиялық кітаптарды оқу маңызды. Мұндай кітаптар сізге жаңа көзқарастар және ішкі дамуға мотивация жасайды. Келесі қадам өзгелермен қарым-қатынасты жақсарту. Рухани даму тек ішкі өзгерістермен шектелмейді. Сіздің айналаңыздағы адамдар мен қарым-қатынасыңыз да дамудың маңызды бөлігі. Келесі қадам табиғатпен байланыс. Табиғатпен тығыз байланыста болу, ішкі тыныштық пен рухани қуат алуға көмектеседі. Табиғат аясында серуендеу, терең тыныс алу, табиғаттың әсемдігін сезіну арқылы рухани жан тыныштығына жетуге болады. Рухани даму ұзақ жол. Сондықтан әрбір қадамды сабырлықпен, өзіңіздің ішкі сезімдеріңізге назар аудара отырып жасаңыз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басуды және арнаға жазылуды ұмытпаңыз.